Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қысқа арналған баклажан қосылған салатын жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды, қыста рахаттанып жейтін салаттарыңыздың бірі болады. Ол үшін бізге сәбіз, қызанақ, аскөк, пияз, болгар бұрышы, баклажан, май, барлығын осылай турап аламыз, ұсақтап. Сөйтіп қызып тұрған табамызға майымызды құямыз. Сөйтіп пиязымызды салып, жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Міне бізде жақсылап сарғайып қуырылды, басылып. Келесі кезекте сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Әрқайсысын 5-10 минуттан қуырсаңыздар жетеді. Соғып шыққанша. Мінекей біздің сәбізіміз де қуырылды. Енді үстінен болгар бұрышын саламыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Болгар бұрышынан кейін мына жерде қызанақ құйылады. Мен қызанақ құйылған жерім түспей қапты. Қызанақ құйып жақсылап 10 минуттай қайнатып алып, үстіне дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. 10-15 минут қайнатып, үстінен баклажанымызды саламыз. Баклажанымызды салғаннан кейін жақсылап араластырып, бұны да 20-30 минутта қайнатамыз. Бізде жақсылап қайнады, сақырлап. Осылай жақсылап қайнатып алып, дәміне қарай тұздарын 3 ас қасықтай шекер салдым мен. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Тұздарын дәмін көріп қарап салыңыздар. Одан кейін осылай сарымсағымызды саламыз. Ас көктерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да бір 5-10 минут қайнатып аламыз. Мінекей бізде 5-10 минут қайнап, салатымыз дайын болып қалды. Алдын ала стерилизе еткен банкімізге осылайынан салаттарымызды құйып, банкі жапқыштың көмегімен осылай жауып аламыз. Жақсылап ары-бері бұрап жауып алыңыздар. Мінекей біздің салаттарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер.